Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Құрметті ағайын, құрметті достар, менің каналымның дамуына, өсіп өркендеуіне сіздердің ықпалдарыңыз, сіздердің көмектеріңіз өте қажет. Яғни ол үшін не істеу керек? Ана жерде подписаться деген кнопканы басып, достарыңызбен таратуларыңыз керек. Ол мен үшін де керек, сіздер үшін де керек, сіздердің жақын таныстарыңыз, достарыңыз, ағайын туыс, бауырларыңыз үшін де керек. Себебі бұл канал дамып өркендеген сайын көптеген қарапайым қазақ азаматтары тегін ақпаратқа ие болады. Бүгінгі тақырып, достар, жеке кәсіпкерлер және жеке практикамен жұмыс жасайтын азаматтар қалай доход көрсетеді, қандай құжаттар жинайды, оларға қойылатын талаптар жайында болмақ. Дәл осы видео сізді қызықтыратын болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Жаңа менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен ең бірінші мына жеке кәсіпкерлерге тоқталайық. Жеке кәсіпкерлер жалпақ тілмен ИП деп аталып кеткен ИПшниктер, индивидуальный предпринимательдер, да? Олар екіге бөлінеді. Патентованный және упрощенка. Яғни патент пен упрощенканың айырмашылығы, патент ол ай сайын отчет тапсырып отырады салық органына, ал упрощенка болса 3 айда бір немесе 6 айда бір отчет тапсырып отырады өзінің жаңа қызмет көрсету ерекшеліктеріне байланысты. Сонымен патент отбасы банкінен жаңағы ипотека рәсімдейтін кезде форма 911 алып келу керек, ал упрощенка форма 910 алып келу керек. Яғни бұлар соңғы 12 айдың табысы, декларированный табысын көрсетеді. Яғни ИПшниктарда жаңағы жеке кәсіпкерлерде пенсионкаға жаңағы төлеп жатқанына қарамаймыз. Олардың ортақ табысына қараймыз. Яғни соңғы 12 айдың. Көрдіңіздер, да? Енді қараңыздар, мына декларация очередной болу керек. Кейде жеке кәсіпкер жаңағы отчет тапсыратын кезде үлгере алмай қалған кезде нулевой отчет тапсырып жібереді да, кейін дополнительный отчет тапсырады. Яғни действительно табысым осындай деп. Вот сол дополнительный тапсырған отчет енді 1 қыркүйек 2021-ден бастап отбасы банкінде қабылданбайды. Тек қана очередной қандай отчет тапсырдыңыз, сол заң жүзінде сіздің табысыңыз болып саналады. Арғатай қандай құжаттар алып келу керек? Жеке кәсіпкерлікте тіркеу, қайта тіркеу туралы анықтама, яғни ИП-ні регистрация, перерегистрация туралы уведомление алып келулеріңіз керек. Сонымен қатар қазір талон беріледі, ИП ашылған кезде қандай да бір талон беріледі. Сол талонның түпнұсқасын алып келулеріңіз керек. Немесе жеке кәсіпкерлік туралы куәлік, бұрын мынандай сары книжка беретін, яғни сіздің фотоңыз бар, соның түпнұсқасын алып келесіздер. Одан кейін салық органынан жеке кәсіпкер, яғни мына ИП-ның ешқандай қарызы жоқ деген анықтама алып келулеріңіз керек. Өнен кейінгі құжат уведомление о предоставлении налоговой отчетности деп орысша жазып қойдым, сіздерге түсінікті болу үшін. Яғни сіз отчет, қарыз, жаңа салық төлеп жатыр деген сияқты хабарлама. Өнен кейін болған жағдайда сізде ИП-іңізде кассовый аппарат болса, сол болған жағдайда кассовый аппараттың соңғы 3 айдың выпискасы, яғни соңғы 3 айдың үзіндісін алып келулеріңіз керек. Болған жағдайда. Өнен кейін болған жағдайда, яғни сіздің ИП-іңіздің басқа да бір екінші деңгейлі банктерде шоты болса, сол шоттың 1 жылдық үзіндісін алып келуіңіз керек. Ары қаратай тағы да болған жағдайда жеке қызмет көрсету жаңағы ИП-ның жеке қызмет көрсету жаңағы растайтын шарттар немесе келісім шарттар болса, яғни жеке кәсіпкерлер немесе жеке практикамен айналысатындардың қызметтері, олар жаңағы услуга, производство, немесе жаңағы сауда-саттық деген сияқты бөлінеді ғой. Сондай шарттар, келісім шарттар болса, сіздің жеке кәсіпкерлігіңіздің действительно жұмыс жасайтын сол жайындағы анықтамаларды, жаңа көшірмелерін алып келесіздер. Егер құрметті достар, мына айтылған қызылмен белгілеп қойдым жаңағы кассовый аппарат жоқ болса, банк шоты жоқ болса, немесе қандай да бір келісім шарттар жоқ болса, сіз соңғы 3 айдың күнтізбелік 3 айдың кірістер, шығындар туралы журнал жазбалар болу керек. Яғни сіз мысалы январдың 1-нен бастап ИП-ң жұмыс жасаса, январдың 1-і осынша табыс таптым, осынша шығын болды, январдың 2-сі осынша клиент келді, мынанша шығын болды, мынанша табыс болды деген сияқты журнал алып келулеріңіз керек. Ескерту, құрметті достар, барлық құжаттар түпнұсқада болу керек, яғни оригиналды документпен болуы керек. Енді құрметті достар, мына жерде айта кететін жағдай, 1 қыркүйек 2021 жылдан бастап отбасы банкі жеке кәсіпкерлердің жаңағы өздеріңіз көріп тұрсыздар, жинау құжаттарына өзгерістер енгізді. Яғни отбасы банкінің жаңағы маманы сіздің жеке кәсіпкердің жұмыс жасайтын жеріне барып осмотр жасамайды. Сіздің жеке кәсіпкерлікті жаңағы қызмет атқарып отқан орныңызды фотоға түсіріп, оның да қажеті жоқ. Сонымен қатар жаңағы договор аренданың да қажеті жоқ. Но договор аренда керек емес екен деп, оны алмай қойдың қажеті жоқ. На всякий случай алып алыңыздар. Керек болып қалуы мүмкін.
много не мало дейді ғой орыстар. Сонымен енді жеке практикамен айналысатын азаматтарға тоқталайық. Жеке практикамен кімдер? Нотариустар, профессиональный медиаторлар бар, жеке сот орындаушылары немесе адвокаттар бар. Тағы да басқа тұлғалар жеке практикамен айналысады. Ол кісілерге керек құжаттар, яғни мына форма 200, яғни декларация деп аталады. Соңғы 12 айдың форма 200, форма 240, форма 220 алып келу керек. Тоже бұл кісілерде де очередные болу керек декларациясы. Дополнительный декларация қабылданбайды. Сонымен қатар мына жеке практикамен немесе жеке кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтардың ИП-сы немесе жеке практикамен айналысатын жаңағы кәсібі лицензиялауға жататын болса, онда қолданыстағы лицензия туралы анықтама алып келулеріңіз керек. Міне, құрметті достар, мына жеке практикамен айналысатындар дәл мына құжаттарды да жинайды қосымша. Бүгінгі тақырып осы. Жеке кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын азаматтар қандай құжат жасайды, қандай құжат жинайды, талаптар осылай. Толыққанды ашып бердім деп ойлаймын. Достарыңызбен бөлісіңіздер, таратыңыздар. Менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі тақырыпта жалдамалы жұмыскерлер қалай доход көрсетеді, оларға қойылатын талаптар, сол жайында толыққанды видео болады. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.